Сәлеметсіздер ме достар? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз ИП есебін қалай жүргізуге болады 1С бағдарламасында. Сонымен ИП есебін жүргізу үшін ең алдымен келесі бөлімге назар аударамыз. Главная организация. Көрсетілген бағдарлама толығымен таза, яғни ешқандай мәліметтер толтырылмаған. Наша организация, яғни өзіміздің ұйымымыз дегенді таңдаймыз және ИП-ні толтыра бастаймыз. Мысалы, ИП Венера аталуын жазамыз. ИП дегеніміз бұл физлицо, яғни жеке тұлға, сондықтан арасында жазу деп басамыз. Жазуды баспас бұрын физлицо, яғни жеке тұлғаның мәліметтерін толығымен толтырып кетеміз. Үшбұрышқа басып, показать все, сторонняя физлицаның ішіне создать және Венера Амановна дегенді толтырамыз. Яғни осы ИП-нің иесі. Туған жылы, мысалы 2000 жыл, жынысы әйел, туған жері Алматы қаласы, туған елі, яғни мемлекеті Қазақстан, куәліктің негізгі мәліметтері қосу, қандай құжат негізінде көрсетеміз, яғни куәлік болуы мүмкін, немесе шетел азаматында жаңа уақытша Қазақстан Республикасында уақытша тұруға рұқсат болса, осы алдыңғысын көрсетеміз, немесе бұл тізімде болмаса, подбор арқылы мұны берілген тізімнен таңдаймыз. Мысалы, паспорт, 2 рет басамыз, записать деп артқа қарай жөнелеміз. Сонымен паспортты таңдайық. Паспортта міндетті түрде серия болады, номері көрсетіледі, берілген күні аталады. Мысалы, берілген күні 19 жыл, 10. Мен жалпылама жай ғана кез келген сандарды жазып жатырмын, сіздер нақты өздеріңіздің мәліметтеріңіз бойынша жазасыздар. Мысалы, жарамдылығы 15 қаңтарға дейін жазу. Азаматтылығы добавить. Қазақстан Республика азаматы, яғни мына жердегі қай күннен бастап жарамды екені ол жалпылама ондай қатты маңызды емес. Себебі жалпылама неғұрлым ерте болса, ешқандай әсер етпейді есепке. Записать. Окей. Пенсия дегенімізді пенсионер ма, пенсионер емес екенін, егер шынында да зейнеткер болған жағдайда ғана қосу деп зейнетақы қай кезден бастап зейнетақыға шыққанын көрсетесіз. Бізге зейнетақы керек емес, себебі бұл 2000 жылғы жас әйел. Яғни бұл жерде біз иінін жазамыз. Және мен жай ғана кез келген сандарды жаздым. Записать. Барлығы жазылды, сақталды. Жабамыз. Мұны Венера Амановна таңдаймыз, яғни бұл осы ИП-нің иесі. Записать. ИП Венера деп жазылды. Міндетті түрде арасында записать деп басып отырамыз. ИП-нің КБ-есі 19. Тіркелген күні, мысалы 21 жылы 19 мамыр. Салық комитеті, яғни қай салық комитетінде тіркелгенін көрсетеміз. Ол үшін үшбұрышқа басамыз, показать все, және юрлица, яғни заңды тұлғалар дегенді таңдаймыз. Заңды тұлғалардың ішінде создать және мемлекеттік ұйым болып табылады. Бұл управление государственных доходов, мысалы Карасайского района. Бинін жазамыз, яғни нақты шын мәліметтерін жазамыз. Мен жай ғана кез келген сандарын жазып жатырмын. КБЕ 11 болады.
және негізгі осы ақпарат банктік счетын жазамыз. Банктік счетты, яғни мынау алғашқысы қайтадан шығып кетіптік, қайтадан кіреміз. Яғни бұл жерде көріп тұрсыздар ма, қаншама, яғни парақша деп айтсақ, мына негізгі банк счеты, келісім шарттар, байланыс тұлғалар, тағы басқалар. Банк счеты дегенді ашамыз, создатьқа басамыз және банк счетының ең бастысы банкін таңдаймыз. Жалпылама барлық мемлекеттік салықтық органдарының банкісі мына анықтамада көрсетіледі, яғни анықтама әрі қарай міне подбор деген нүктеге кнопкаға басқан болған жағдайда барлық анықтама көрсетіледі. Жалпы салық республиканский государственное управление, комитет казначейства, Министерство финансов РК-ға Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан тапсырылады. 2 рет басамыз және записать деп жазамыз. Енді мына жерде көрінді, таңдаймыз. Номерін, яғни банктік номерін нақтысын жазамыз, записать. Енді жалпылама бұл негізгі шот болғандықтан, негізгі использовать как основной деп басамыз. Енді осы Қарасай ауданының мемлекеттік басқармасын, табыстар басқармасын таңдаймыз. Және де міне біздің салықты комитеті деп белгілейміз. Записать аралығында. Және негізінен бізге тағы қалғаны банк счетымыз. Банк счет деген мына жерде парақшаға басамыз, создать. Банкымызды таңдаймыз. Мысалы, біздің банкымыз бұл банкі дегенде, яғни қазақ тілінде коммерциялық банк. Каспий банк, Каспий банкты таңдаймыз. Шот номерімізді жазамыз. Записать. Негізгі шот номері ретінде таңдаймыз. Сонымен біз міне көріп тұрсыздар, ИП Венера жазылды, бірақ толығымен жазылған жоқ, сондықтан қайтадан кіреміз. Банк счетін міне жазылды. Әрі қарай банк счеті касса бар болса, негізгі касса деп белгілейміз. Келесі бөлімшелері, яғни болмайды, бірақ бөлімше, негізгі бөлімше ИП-да. Келесі бізде бухгалтерлік есеп саясаты. Создатьқа басып, 2022 жылдың 1-ін басам таңдаймыз. Және де записать деп сақтап қоямыз. Келесі есеп саясаты, салықтық есеп. Салықтық есепке де создать. Бірінші күннен бастап бастаймыз. Неге біз бірінен бастап жатырмыз? Себебі біздің кәсіп ИП-міз 21 жылы ашылған. ИП-міз, яғни салық режимі упрощенная декларацияны таңдаймыз. Және яғни бізде упрощенная декларация, общеустановленный бар. Қайсы сіздікі, соны таңдайсыздар. Мен упрощенныйны көрсетейін сіздерге. Кәсіпорын КПН төлеуші емес, және де НДС төлеуші емес. Мына екі галочканы алып тастаймыз. Сонда НДС төлеуден жерде, мына жерде белсенді болмайды. Еңбекақы деген жерге, мына жерге галочка қоямыз. Налоги деген жерге, мына жерге нүктені ауыстырамыз. Және үшіншісіне галочка қойып, записать. Мына 3 жолды толтырып кетуге тиіс. Яғни бұл жеке кәсіпкердің белгіленген еңбекақысынан төленетін 3 негізгі төлем. Бұл бірінші төлем ОПВ, яғни міндетті зейнетақы аударымдары. ОПВ-ны бірінші толтырайық, 3 бұрышқа басамыз, показать все, создать. ОПВ деп басайын. ОПВ деген жерге 72-10 әлеуметтік шығындар, әкімшілік шығындар, кешіңіздер. Әкімшілік шығынға біз мына жерде әкімшілік шығын негізінде ОПВ жалпылама бізде обязательно профессиональные взносы бар екен, а обязательно пенсионные взносы берілмеген. Прочие расходы деп көрсете салайық. Және ОПВ 32-20 шотында кредит бойынша көрсетіледі. Налоги и сборы деген жерге
біз ОПВ деп көрсетеміз. Яғни қазір таңдайық обязательно пенсионные взносы. Вид платежей бюджет дегенге налоги, взносы, начисленно уплаченный таңдаймыз. Сонымен мені тағы бір рет қарап алыңыздар. Осылай толтыруы тиіс. Записать және осы ОПВ-ны таңдаймыз. Келесі міндетті төлем. Бұл жерде біз бір ең аз мөлшердегі жалақы мөлшерінен, яғни зейнетақы қорына 10% ставка бойынша зейнетақы қорына аударамыз. Яғни ең аз мөлшердегі жалақы 2022 жылы 60 мың, 10%-ы 6 мың болады. Содан кейін біз СО, яғни социальное отчисление немесе әлеуметтік аударымдар деп аталады. Соны толтырамыз. Показать все, создать. Бұл жерде де СО деп қысқартып жазамыз өзімізге. 72-10 деп таңдаймыз. Прочий деп көрсетеміз. Бөлімшесін бұл жерде міндетті емес, жалпылама негізгі бөлімше деп көрсетсек те болады. 32-11 әлеуметтік аударымдар. Төлем біріншісін таңдаймыз. Налоги, взносы, начислено, уплачено. Работник дегенді таңдамаймыз. Записать. Осыны таңдаймыз. Яғни минималды жалақы мөлшерінен 60 мыңнан 3,5% әлеуметтік аударым ұсталынады. Жеке кәсіпкердің белгіленген ең аз мөлшердегі жалақы есебінен. Келесі ВОС-МС, яғни міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымдары. Бұл аударымдар минималды жалақы мөлшерін 1,4-ке көбейтіп, сол шыққан сомадан 5% есептеген жағдайда пайда болады. Және бұл жерге де проводканы көрсетейік. Создать. Бізде ВОС-МС. ВОС-МС бұнда 72-10 әкімшілік шығындар, өзге шығындар, негізгі бөлімше деп көрсетеміз, және 32-12-е көрсетіледі. Міне обязательства по взносам социального медицинского страхования немесе ВОС-МС. Вид платежей, налоги, взносы, начисленно уплачено. Ең алғашқысын таңдаймыз. Записать және осыны таңдаймыз. Записать, закрыть. Осымен біз барлық қажетті негізгі ақпаратты ИП бойынша көрсеттік. Біз алғы негізгісіне көшейік. Қажет болса байланыс ақпаратында да толтыруға міндетті. Жазып кетейік. Себебі ИП егер счет фактура жіберетін болса, заңды мекен жайын көрсетуге тиіс. Бізде бұл жерде заңды мекен жайы сәл-сәл әсер көріну өте нашар болып тұр. Қазір біз показать деп заңды мекен жайы. Так, енді прописка бойынша деп көрсетсек те болады. Мына екіншісін таңдайық. Бұл жерде енді Алматы қаласы дей салайық. Алматы қаласы. Кешіңіздер, Алматы. Көшені Төле би көшесі дей салайық. Және үйдің номері 90. Окей, жазылды. Қажет болса, телефон номерінде жазып кетуге болады. Телефон номері, яғни бұл жалпылама қала бойынша номер болуы мүмкін, немесе жаңа қала бойынша емес, мобилді номер болуда мүмкін. Жаздық, записать. Енді осы барлық жазғандарды көру үшін настройки организация деп бетіп көруге болады. Мынандай мәліметтер енгізілген. Енді әзірше осы. Енді бізге керегі 1С бойынша біз бір айдың еңбек ақысын есептеп, және бір айға қалай 910 декларация толтырылғанын көрсетемін. Алғашқыда
біз бір жұмысшыны жұмысқа қабылдайық. Ол үшін кадровый учет, физлица, сотрудники деген папкаға создать деп адамдың аты жөнін, куәлігі бойынша толтырамыз. Мысалы, Асанова Фариза. Записать. Туған жылы 99 жыл. Мысалы, 4 мамыр. Жынысы әйел, туған жері Шымкент қаласы болсын. Бұл жерде біз добавить деп, куәлік паспорт емес, мысалы бұл кісінікі куәлік болсын, Қазақстан Республикасының куәлікте серия болмайды, номерін көрсетеміз, берілген күнін белгілейміз. Мысалы 19 жылы мына күні берілді, МВД берді. Және бұл мәліметтердің бәрі куәлік бойынша толтырасыз. Куәлік болса, сол куәлікке қарап толтыруға болады. Мен кез келген сандарды жаза салдым. Міндетті түрде азаматтылығын белгілейсіздер, Қазақстан Республикасының азаматы, және жазу жабу. Окей. Иін толтырасыз. 0504 және кез келген сан. Яғни бұл мәліметтерді міндетті түрде әрине жеке куәлігі бойынша толтырасыздар. Келесі карт счеты, яғни карточкалық счеттың номері. Үсті жағынан тағы бір рет көрсетем. Үсті жағында бізде карт счет, физлиц деп көрсетілген, яғни жеке тұлғаның карт счеты. Создать. 1 қаңтардан бар деп есептейік. Физлицомыз бізде Венера емес, басқа екінші адам. Яғни Асанова Фариза. Банкты көрсетеміз. Қай банк екенін, бірақ ол үшін показать деп көрсетеміз. Және мысалы бұлда Каспий банк. Номер счетін ашу үшін 3 бұрышқа басамыз, показать все, создать. Банкты таңдаймыз, Каспий банк. Және карточкалық номерін белгілейміз. Бұл 20 сандық болады, KZ-тен басталады, бірақ мен KZ деп белгілемедім. Өздеріңіз нақты жалпылама карт счет бойынша реквизиттерін алып толтырасыздар. Записать. Таңдаймыз және активен, яғни белсенді дегенді басамыз. Егерде закрыт болса, яғни карта жабық деген сөз. Карта ашық. Карта ашық, сонымен біз негізгі мәліметтерді толтырып кеттік. Егер қажет болса, туған жалпылама жеке тұлғаның қай жерінде, яғни пропискаға тұрған жерінде де белгілеуге болады. Мысалы, пропискасы Алматы қаласы, Масанчи көшесі, 173 үй. Мысалы, записать. Сонымен жеке тұлғаны толтырып кеттік. Осы жеке тұлғаны толтырғаннан кейін, бұл жай ғана жеке тұлға туралы негізгі мәліметтер кадровый учеттің ішінде көрсетілген. Одан кейін сотрудники дегенді толтырамыз. Сотрудникіні таңдаймыз. Создать деп басамыз. Және бірінші нүктені екінші жолға көшіреміз. Создать нового сотрудника, выбрав его из справочника физлиц. Яғни жеке тұлғалардың анықтамасынан таңдап алып, жаңадан қызметкерді жасау деген, 1С көрсету. Яғни осы нүктені таңдадық, мына жерде бізде анықтама көрсетілген. Осыған басамызда сотрудниктің ішінен Фаризаны таңдаймыз. Автоматты түрде барлық жолдар толтырылды, записать деп басамыз. Бірақ бұл сотрудник болған менен әлі де жұмысқа қабылданған жоқ. Сондықтан бөлімше мен қандай лауазымда, яғни должность лауазымда екенін белгісіз. Және қай күні жұмысқа қабылдағаны көрсетілмеген. Сондықтан біз кадровый учетқа басып, кадровые документы, прием на работу в организацию, яғни жұмысқа
қабылдау документін толтырамыз. Басамыз. Создать. Қабылдаған күнін көрсетеміз. Мысалы, қаңтар айының 3-і создать. Бұл жерде біз бір-ақ адамды қабылдап жатырмыз. Фариза. Алғашқы толтырған адамымыз ол жеке кәсіпкеріміз. Ол жұмысшы болуы мүмкін емес. Жеке кәсіпкер өзінің кәсібі, ол өз кәсібі бойынша қызметкер бола алмайды. Мысалы, бұл кісі бухгалтер. Егер бізде басқа бір лауазымды таңдайтын болсақ, создать деп мына жерге мысалы менеджер деп жасасақ болады. Бізге жалпылама бухгалтер керек, бухгалтерді таңдадық. Екінші парақшасында Асанова Фариза оклад деп белгіленген. Яғни бұл оклад бұйрықта бекітілу керек, және де мысалы 200 000 деп жазып қояйық. Бұл 200 000 дегеніміз әлі де салық ұсталмай тұрып көрсетілген қаражат. 200 000-нан барлық салықтар, зейнетақы қоры аударымдары, медициналық сақтандыру аударымдары ұсталып, содан кейін ғана қолға беріледі. Провести. Бұл жерде біз бір адамды қабылдадық. Енді жұмысшының жалақысының және де жеке кәсіпкердің барлық төлемдерін қаңтар айына есептеу үшін жылдам есептеу жолын таңдаймыз. Зарплата, яғни еңбекақы, және сервис деген бөлімшеде, яғни зарплатаның ішінде сервисті таңдаймыз, және расчет регламентной заработной платы, яғни еңбекақының регламенттік есебі. Басамыз. Біз қаңтар айын таңдаймыз. Енді бұл жерде біз өтіп кеткен айды көрсетіп жатырмыз мысал ретінде. Жалпылама өмірде ондай болуы мүмкін емес нақты жағдайда, яғни себебі әр ай уақытлы есептеліп тұру керек. Біз барлық мына оң жақтағы, яғни сол жақтағы, мен үшін сол жақтағы, сіздер үшін оң жақтағы барлық мынандай бос төртбұрыштарды галочка қойып шығамыз, және рассчитать деп басамыз. Автоматты түрде программа өзі барлық айлықтарды есептеп кетеді. Енді зарплатаны ашып тексерейік. Журнал документов, міне бұл жерде қандай құжаттар толтырылған. Начисление заработной платы. Асанова дегеніміз бұл қызметкер. Қызметкерге толығымен қаңтар айына 200 000, егер бұйрық бойынша қабылдағанда 200 000 болатын болса, оның айлығы толығымен 200 000 есептелген, толық жұмысқа қатысқан үшін. Енді бұл тек қана толық жұмысқа қатысқан жағдайда ғана бұл әдісті қолдануға болады. Екіншісі, салықтар есептелген. Салықтар Венера Амановна кәсіпкерге әлеуметтік аударым есептелген, және Асанова Фариза бұл әлеуметтік аударым қызметкер, яғни жалдамалы қызметкер үшін есептелген. Әлеуметтік салық болмайды, және отчисление дегеніміз ОСМС 3%, бұл тек қана қызметкерге есептеледі. Және келесі ұсталымдар Венера Асанова, яғни кәсіпкерге зейнетақы қорына аударым 10%, ең аз 60 000-нан есептелді, және Асанова Фаризаға 20 000 теңге, 200 000 теңгеден есептелді. Подоходный налог тек қана Асанова Фаризаға, себебі жеке кәсіпкерге есептелмейді, және ОСМС 2 адамға да есептеледі, жеке кәсіпкерге Венера Амановаға және Асанова Фаризаға жұмыскерге. Өзге де ұсталымдар жоқ бізде. Және де ең соңғысы еңбекақының бухгалтерлік жазбалары. Енді жалпылама қаңтар айында табысты көрсету үшін, мысалы біздің кәсіпорнымыз жалға беру қызметпен айналысады. Мысалы көліктерді жалға береді. Онда біз акт выполненных работты бірінші жасауымыз керек. Өзіміздің сатып алушыларымызға, клиенттерге
Бірақ алғашқыда біз номенклатура бөлімінде қызметтерді толтырып кетейік. Яғни номенклатура, справочники, настройки анықтамалар, номенклатураны таңдаймыз және қызмет дегеннің ішінде қызметті жаңадан ашып толтырамыз. Ашамыз және мысалы көлікті жалдау деп қазақ тілінде жазайық. Яғни бірақ әрине қазіргі уақытта барлық бухгалтерлік бағдарламалар әзірше орыс тілінде, бірақ енді бұл маңызды емес. Көлікті жалдау қызметі. Көлікті жалдау дей салайық. Көлікті жалдау. Яғни бұл жерде біз өз көлігімізді жалдау емес, көлікті жалға беру деп жаза салайық. Жалға беру. Көлікті жалға беру. Бұл қызмет болғандықтан қызмет дегенге мынандай галочка қоямыз. Номенклатура деп көрсетпейміз, себебі бұл жерде тек қана тауарға қатысты нәрселер көрсетілген. Біз жаңағы прочие деп көрсетсек болады. Прочие. Өлшем бірлігі, бұл жерде тек қана килограмм, литр, метр тауарға қатысты нәрселер көрсетілген екен, және ауданға қатысты нәрселер біз создать услуга деп көрсетейік. Жартылай қазақша, жартылай орысша, бірақ әйтеуір кең таралған нәрселерді жазғанымыз дұрыс сияқты. Услуга дұрыс деп ойлаймын. Услуга деп таңдадық. Услуга ТНВ-ді болса, ТНВ-дің таңдап, яғни ТНВ-дің біз анықтамадан көреміз де, ТНВ-тер тізімінен. Және мысалы мен кез келген санды жазып қойдым. Біз НДС төлеуші емеспіз, яғни бізде без НДС деп, яғни қосылған құн салығысыз деп көрсетеміз. Записать. Яғни әзірше бірақ қана қызмет көрсетілген. Және бізде егер бұл қызмет түрі болғандықтан тауарлар әлі жоқ. Тауар керек болса толтыруға, онда біз тауарды таңдап, мына жерде создать деп тауарды да толтырып кетеміз. Мысалы, егер біз тауар сататын болсақ, мысалы біз тауарда сататын тағы бір бизнес бағытымыз бар деп есептейік, және де бір тауарды толтыра салайық. Мысалы, тоңазытқыштар. Тоңазытқыштар. Так, бұл тауар болып табылады, яғни бұл жерде біз галочка қоймаймыз услуга дегенге. Тауар, мысалы, бұл қандай тауар? Мысалы, бізде бұл товары приобретенный, яғни сатып алынған тауарлар. Өлшем бірлігі бізде штук болып табылады. Штук деп бассақ өзі шығады. Және ТНВ номері міндетті түрде енгізілу керек. Бұны анықтама, ТНВ-тер анықтамасынан тізімінен таңдап алу керек. Мен кез келген санды әзірше жаздым. Записать, провести. Әзірше мысал ретінде бірақ қана тауарды енгіздім. Енді келесі енгізуге тиісті бұл әрине контрагент, яғни біздің сатып алушымыз. Продажа бөлімінде анықтамалар мен настройкалардың ішінде контрагент дегенді таңдаймыз да, юрлица ретінде контрагентті, яғни өзіміздің сатып алушымызды барлық реквизиттерін, яғни мәліметтерін толтырамыз. Создать. Мысалы, бұл ТО ABC бола берсін. ТО ABC. Записать. БИН-ның, яғни бизнес идентификациялық номерін жазамыз, яғни бұл ТО өзі бізге ұсынған реквизиттерін негізінде толтырылады. ТО-дан бұл мәліметтер болмасақ талап етеміз. ТО-дан КБЕ 17 болып табылады. Записать, провести. ТО-ның номері берілді. Енді біз тауарды сатуға мүмкіндігіміз бар. Тауар сатуға және қызмет көрсетуге. Парақшалардың бәрін жауып тастайын.
бәрін жабу үшін мынандай басып закрыть все деп жаба саламыз. Және де продажа, бірінші тауар сатпас бұрын біз счет на оплатуды толтыра аламыз, яғни сатып алушыға счет береміз, ұсынамыз төлеу үшін. Счет на оплату создать. Счет на оплатуды біз мысалы қаңтар айына әзірше мысалда көрсетіп жатырмыз ғой, сондықтан тек қана қаңтар айын алайық. Қаңтар айында мысалы бізде счет на оплату 28 күні берілген. Контрагентіміз бізде бұл ТО ABC. Егер де келісім шарты болса ашып, міне келісім шарты жоқ қой, үш бұрышқа басып, показать все, келісім шартты мынаны өзгертуге болады, изменить деп басып, егер де өзгерткіңіз келмесе жаңаданын жасап, договор на покупку, договор на оказание услуг деп орысша жазайық енді. Оказание услуг, себебі енді көбінесе кездесетіні орысша. Кіммен жабдықта? Сатып алушымен номерін көрсетеміз және қай күннен бастап бұл келісім шарт күшке енгенін, мысалы 3 қаңтардан бастап деп қояйық. Реквизиттері 3 қаңтардан бастап мысалы күшке енді және жылдың соңына дейін 31 желтоқсанға дейін деп көрейік. Және төлемі безналичными, яғни қолма-қолсыз ақшамен төлеу жүргізіледі. Есеп айырысу теңгемен көрсетілген, жалпылама барлық келісім шарт бойынша деп көрсетілген. Егер жеке-жеке әр төлем бойынша болса, әр төлем бойынша деп бөлек көрсетуге болады. Мысалы, бізде толық келісім шарт бойынша жалпы сомасын төлеуге тиісті деп көрсетейік. Енді келісім шартты таңдады, қызмет түрін көрсетейік, себебі бізде қоймада әзірше еш нәрсе жоқ. Сондықтан қызмет түрін көлікті жалға беру деп көрсетейік. Мысалы 2 көлікті жалға береміз. Бір көліктің жалға беруі бір айға мысалы дейік 200-300 мың дей салайық. 300 мың. Яғни жалпы сомасы 600 мың теңге төлеуге тиісті деп счет на оплату береміз. Және де бұл жерде контактная информация, яғни ТО ABC-дің қандай заңды мекен жайы көрсетілуге тиіс. Егер көрсетілмесе, контактная информация дегенді ашып, толтыруға тиіспіз. Выбрать, создать. Создать ең бастысы бізде мекен жайын жасауымыз керек. Окей. Мекен жайы Алматы қаласы дей салайық. Алматы қаласы, көшесі Абай көшесі, номері 125 үй дей салайық. Яғни бұл жерде түрін толтырмаптық, қандай не екенін. Бұл бізде заңды мекен жайы болып есептелсін. Окей. Заңды мекен жайын таңдаймыз, записать. Және де міндетті түрде счет на оплатуды қағазға басып, бұл жерде мен ұмытып кетіппін, яғни код назначения платежаны таңдаймыз. Қызметтер бойынша 800-ден басталады. Қызметтер бойынша 800, қазір 59-шы біз жалға беру қызметтерін таңдауымыз тиіс. Бұл жерде енді жалға беруді қалай табамыз? Әзірше қазір іздеп көрейік. Неше түрлі қызметтер бар екен жалпы тізімде. Бұл жерде қызмет түрі болып тұр, бірақ жалға беруді әзірше таппадым. Қазір көру керек. Яғни біз сіздер іздеп, яғни жалға беру болсын, басқа да қызмет түрі болсын, осы анықтама бойынша классификатордың негізінде табуыңыз тиісті. Біз енді бұл жерде кез келген әзірше таңдай салайық, себебі ұзаққа созылып кетпесін деп көрсетейік. Мысалы, сол
859, себебі көптеген қызметтер осы бөлім номер бойынша көрсетілген екен. 800, жалпылама 855 па, көрейік, 855, мұны дұрыс екен, жалға беру, мүлікті жалға беру деп тұр, жалпылама, және екінші 855, яғни машиналар мен көліктерді жалға беру деп тұр. Осыны таңдаймыз. Әнеки керек уақытта есімізге түседі деген сияқты. Записать және счетный оплатуды біз қағазға түсіріп, шығарып, басып, клиентімізге, яғни сатып алушыға мөрлерімізді қойып беруімізге тиіс. Яғни бұл жерде біздің, яғни ИП-міздің бені көрсетілген, счет номеріміз көрсетілген, КБЕ көрсетілген, қай банкте счетымыз ашылғанын, қандай код бойынша ақша төлеу керек екен, және қандай сома қай қызметке төленуге тиісті екені көрсетілді. Осы счетный оплатудың негізінде сатып алушы төлейді. Сол кезде төлегеннен кейін ғана, егер бізде счетный оплату алдын ала төлем болатын болса, онда алдын ала төлем жүргізгеннен кейін ғана біз акт выполненных работ, яғни орындалған жұмыстар бойынша акт толтырамыз. Яғни алғашқыда сатып алушы бізге төлейді. Создать на основании деп, осы счеттің ішінен шықпай тұрып, мысалы, егер шығып кетсеңіздер, қайттан кіріп, создать на основании, платежное поручение входящее, яғни сатып алушының төлеген қаражатын көрсетесіз. Мысалы, төлем, бұл жерде енді біз қаңтар айына деп көрсеткенбіз. Қаңтар айының, мысалы, 31 күні төленді. Бұл счеты жасалмаған екен, жасалмаса, создать деп жасайық. Мысалы, Каспий банкта счет номері мынандай деп көрсете салайық. Енді міндетті түрде Каспий банк емес, басқа да көптеген банктер бар ғой, солардың кез келгенін таңдауға болады. Таңдадық, және де записать, оплачено деп тек қана банктен өткеннен кейін ғана галочка қоямыз, және міндетті түрде мұны статья ДДС, яғни ақша қозғалысының статьясын міндетті түрде көрсетеміз. Бұл жерде енді не үшін төлеп жатыр? Бұл аванс болғандықтан, авансы полученные под поставку актив услуг, алынған аванстарды таңдаймыз. Записать, провести. Келесін осы счетный оплатудың негізінде тағы, яғни бізде мынау байланысқан документтерді тексеру үшін бір рет басамыз, және осы документке, яғни счетный оплатуға платежное поручение не істелінді, тіркелді. Әрі қарай енді ақша түсті, яғни сатып алушыдан, біз не істей аламыз? Қызметімізді көрсете аламыз. Сол үшін реализация деп басамыз, және услуга дегенді таңдаймыз. Выбрать. Услуга өзі автомат түрде толығымен толтырылады. Тек қана біздің қай күні берілгенін 31 күні деп көрсете берейік. Тексереміз, және мұны доходы деген жерге ең бастысы субконта, яғни мына жерге толтырамыз. 2 рет басамыз, показать все, және де на доходы от реализации дегенге бір рет басып, сол жаңағы тышқанның, мышканың сол жағына басып, изменить деп. Бұл жерде мұны мынандай парақша берілген. Екіншісін ашамыз. Отражение в упрощенной декларации, яғни жеңілдетілген декларацияда, немесе оңайтылған декларацияда көрсету дегенді білдіреді. Галочка қоямыз, және де создать, 1 қаңтардан бастап, салық төлеуші кім? ИП Венера, және сол 913 декларациясында қай жолды таңдаймыз? Мұны төменге дейін түсеміз. Ең төменгісі, жалпылама бізде төменгісі қолма-қол есеп бойынша 901 Б деген жолы бізге қолма-қолсыз керек, сондықтан біз А дегенді таңдаймыз.
автомат түрде енгізілді. Записать, закрыть. Және содан кейін мына доходы от реализации продукции и услуг, яғни өнімді сатудан және қызметті көрсетуден түскен кірістің ішінде қай жол екенін, 910 декларацияның қай жолында көрсетілгенін міне төменде көрініп тұр. Егер қайтадан көретін болсаңыз, 2 рет басып, мына жерге орнатасыз. Яғни тағы бір рет соңғы жерге басып тексерсеңіз де болады. Толық көрсетілген, яғни бұл осы жолға 910 формада отырады деген сөз. Записать, провести. Міндетті түрде әрине егер счет фактураны жіберу керек болса, яғни ИП-ге счет фактура тек қана бір мәміле негізінде сомасы 1000 МРП, яғни 1000 айлық есеп көрсеткіштен асқан жағдайда, 3 миллион теңгеден асқан жағдайда ғана счет фактура талап етіледі. Бірақ егер өздеріңіз счет фактураны барлық АВР-ларға, яғни сатылған қызметтерге берілсе, онда счет фактура осы реализация негізінде толтырылады. Міне реализация бізде көрсетілген, создать на основании, яғни осы құжаттың негізінде жасау деген счет фактура выданный деп толтырамыз. Бұл счет фактураны, яғни 15 күннің ішінде жіберуге тиіспіз. Яғни дата оборота дегеніміз бұл АВР-дың күні берілген, сол 31-нен бастап 15 күн берілген мемлекетпен, яғни ақпанның 15-не дейін уақыт бар. Кез келген күнде осы 15 күн тізбеліктің күннің аралығында беруге болады. Ең соңғы күн 15-і деп белгілейік. Енді міндетті емес, соңғы күнді күту, ертеректе жіберуге болады. Записать, провести. Енді бұл жерде қарапайым түрдегі, қысқаша түрдегі барлық операциялар көрсетіліп кетті. Тек қана бір ғана көрсетілмегені, қазір оны көрсетіп кетейік. Мысалы, сізде тағы бір қызметкер бар, бірақ ол жұмысқа қабылдауы оны қажет жоқ, ол еңбек шарты бойынша емес, азаматтық құқықтық шарт бойынша жұмыс жасап жатыр. Ол жағдайда біз не істейміз? Покупка бөлімінде поступление дегенді ашамыз. Поступило, яғни поступление, услуги деген таңдаймыз. Контрагент деген, мысалы, қаңтар ғой бізде, қаңтар айына 31 күні, мысалы, контрагент ретінде сол қызметкерді физлицо ретінде көрсетеміз. Создать, мысалы, Боранбаева Сәуле дей салайық. Боранбаева Сәуле, бұл жеке тұлға физлицо. Записать, иін толтырамыз. Записать, иінін толтырған КБС бұл жерде ешқандай КБЕ болмайды, себебі бұл ИП емес, жай ғана жеке тұлға. Әзірше, егер банктік счеты ешнәрсе толтырылмайды, біз тек қана физлицо ретінде физлицоны ашып, физлицоның мәліметтерін толтыруға мүмкіндік бар. Бұл жерде физлицо, показать все, физлица, жоқ, контрагент болған жағдайда осылай ғана қала береді. Записать, закрыть. Боранбаева Сәулені таңдадық. Договор дегенді аша салайық. Біз айтқанымыздай өзгертіп, бұл жерде договор ГПХ, яғни азаматтық құқықтық келісім шарт. Не үшін? Қызмет көрсету үшін. Мына жерде бүйтіп жазып кетейік. Азаматтық құқықтық келісім шарт. Қазақ тілінде кетпеді ғой. Енді қазақ тілінде жаза салайық, сіздер білу үшін. Азаматтық
құқықтық келісім шарт. Енді бұл жерде келісім шарт, сызықша. ГПХ дегеніміз азаматтық құқықтық келісім шарт. ГПХ дегенді жақшаға ала салайық. Енді біз жартылай орысша, жартылай қазақша жүргіздік та сабағымыздың жазуын да, жартылай айтылуын да. Сондықтан енді қазіргі заманның осындай болып тұрғанын өзіңіздер түсінесіздер. Номері 212 қай күннен бастап, мысалы қаңтардың 3-нен бастап та ол договор бойынша жұмысқа алынды. Записать договорын таңдаймыз, және де қызмет түрін таңдаймыз. Добавить қызмет түрі, мысалы бұл кісі услуги дегенді заңгерлік қызметтерді атқарады. Заңгерлік қызметтер дей салайық қазақтың тілінде, яғни юридические услуги, заңды жағындағы консультация беру қызмет, заңгерлік қызмет. Дегенді белгілей салайық. Заңгерлік қызмет болғандықтан міндетті түрде галочка қоямыз, және де услуга болып табылады. ТНВ номері болса, ТНВ номерін белгілейміз. Және записать. Бұл жерде НДС-сіз, себебі біз НДС төлеуші емеспіз. Біз деген ИП-міз. Заңгерлік қызмет бір дана, мысалы айына қанша? 150 мың дей салайық. 150 мың. Прочие доходы деп белгілейміз. Записать, провести. Бұл жерде, яғни азаматтық құқықтық келісім шарт болатын болса, онда біз міндетті түрде осы түсімге қосымша тағы мына құжатты тіркейміз. Расчет налогов при поступлении активов и услуг. Тіркедік, және де мына 3 түрлі ұсталымдарды ұстаймыз. Налог деген жоқ ішінде. Бір тексеріп алайық, барлығы дұрыс па? Мына прочие доходы ашамыз, және қараймыз. ИПН облагается целиком, яғни ИПН ұсталынады. Бізде соцотчисление болмайды. Тек қана болатыны ОПВ және ВСМС. Өзгертеміз, записать дейміз. Отражать в учете. Әзірше керек емес. Мына негізгісі осы. Записать. Записать дедік. Енді рассчитать деп басамыз. Автоматты түрде мына ОПВ 150 мың теңгеден 15 мың. ИПН, яғни жеке табыс салығы 13.200. 18 деңгейге басақ, 2 шегерімі бар, яғни міндетті зейнетақы қоры шегерімге түскен, және ВСМС шегерімге түскен. Закрыть. ВСМС бізде 3 мың, яғни 2%. 150 мыңның 3 мың болып табылады. Барлығы дұрыс. Записать. Бұл жерде тек қана бір нәрсе толтырылмаған екен. Біз бүйтіп ашамыз да физлицо дегенді, бұл жерде физлицо толтырылмапты. Міне қате болып шығыпты. Физлицоны толтырамыз. Боранбаева Сәуле. Сотрудники болып табылмайды, ол өзге жеке тұлғалар болып табылады. Создать. Боранбаева Сәуле деп жазайық. Боранбаева Сәуле. Боранбаева Сәуле. Боранбаева Сәуле. Записать. Енді мына жерде ұмытып қалдым қай күндер екенін. Әзірше өтіріктен жаза салайық. 99 жылғы болды ау деймін. Записать. Жазылды. Боранбаева Сәуле деп мына жерге толтыруымыз тиісті. Енді кешіп қоясыздар, қателесіп кетіппін. Және записать, провести. Жазу болды. Яғни бұл құжат негізінде біз содан соң барлық үш салымды төлей аламыз.
Сонымен біз азаматтық құқықтық шарт негізінде жұмыс жасайтын кісіні де толтырдық. Енді біз декларацияны міндетті түрде әрине 6 айдан кейін толтырамыз, бірақ біз бір айда қалай толтырылғанын тексеру үшін декларацияны толтырып сіздерге көрсетейін. Себебі бір ай толтырылса, қалған 5 айда толады деген сөз. Отчеты, регламентированные отчеты, яғни есептілік, регламентлік есептілік. 910 форма, упрощенная декларация, оңайтылған декларация, шағын бизнеске арналған. Ашамыз, бірінші жартыжылдық, открыть, бірақ бізде жартыжылдықтың барлығы толмаған, тек қана қаңтар айы. Сол қаңтар айын тексеріп кетсек, егер қаңтар айы дұрыс толса, қалған айлары толады деген сөз. Міне қарап тұрсыз, әзірше мен ешнәрсені толтырған жоқпын, тек қана ИП Венера, бині толтырылды, бірінші жартыжылдық 22 жыл деп көрсетілген. Енді заполнить деп басамын, және де барлық мәліметтер автоматты түрде толтыруға тиісті. Ашып көреміз, міне 600 мың түскен қаражаты А жолына түсті. 600 мыңнан 3% 18 мың болады. Мынаны тексеру үшін басып, расшифровка деп бассақ, қандай АВР негізінде түскенін көруге болады. Және тағы бір рет бассақ, бізде бірақ қана АВР міне реализация болды. 600 мыңды ғана біз толтырдық. Және осы 600 мыңды тексеру үшін қажет. Тағы бір рет бассақ, міне біз есептеген 600 мың. Міне мына жерде жолды көрсеткендіктен дұрыс отырды 910 формаға. Енді бұны жауып тастап, 18 дегеніміз 600 мыңның 3%. Жалпы орташа жұмысшылар саны бірақ адам, себебі бізде жалданған бірақ қана жұмысшы бар. Және де бұл жерде көріп тұрсыздар, 9 мың, яғни 1,5% ИПН және 1,5% әлеуметтік салық болу керек. Бірақ әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар шегеріледі. Біз бір қарап шығайық, екінші жолда, міне жеке кәсіпкер, исчисление соцплатежей за индивидуального предпринимателя, яғни жеке кәсіпкер үшін әлеуметтік төлемдерді есептеу, міне қаңтар айы ғана көрсетілген, себебі бізде қаңтар айы ғана бар. Және де қарап шығамыз, соц отчисление бізде 2100 кәсіпкер үшін барлық жолдар толтырылған. Қаңтар айы, қалған 5 ай толтыру үшін 5 айдың мәліметтерін толтыру керек. Біз тек қана бір ай мысалында көрсетіп жатырмыз. Астыңғы мынау жолдан кейін, сызудан кейін, бұл жалдамалы жұмысшының жалақысы, және де қосымша бізде тағы бар азаматтық құқықтық келісімшарт негізінде де жұмыс жасап жатыр. Мына жерде расшифровка деп бассақ, 350 мыңға таңдап, онда біз көреміз, бұл сан неден тұрады екен. Бұл сан міне 2 кісінің айлығынан тұрады. Боранбаева Сәуле бізде азаматтық келісімшарт бойынша жұмыс жасайды, ал Фариза, яғни еңбек шарты бойынша. Және мына жерде барлық есептелген төлемдері міне формада көрсетілген. Бұл жеке табыс салығы бойынша салықтық регистр формасы деп аталады. Бұны да шығарып регистрға тігіп қойсаңыздар болады қаңтар айына. Яғни сіздерде 6 ай болса, 6 айға барлығы толық көрсетілу керек. Үшінші бетінде бізде жеке табыс салығы көрсетілген, содан кейін әлеуметтік аударымдар көрсетілген 6300, және 6300 бен 2100, яғни 8400. Әлеуметтік аударым 8400. Яғни бұл жеке әлеуметтік аударым, бұл аударым жалдамалы жұмысшының аударымы 6300, және бізде жеке кәсіпкердің аударымы 2100 бар. Яғни жалпы санағанда 8400. Қалған мәліметтерде толығымен толтырылған. Ең соңғы бетінде бізде бұл медициналық аударымдар сомасы 13 мың. Бұл ашып көрсек болады, бұл қайдан шыққан ақпарат екенін. Бұл шыққан ақпарат
мына екі кісінің есептелген сомалары қайтадан сол бір кесте шығады, және осы кестеден көруге болады қайсында есептелген, қайсында есептелмегені. Яғни біз фаризаны қарайтын болсақ, фаридада ОСМС есептелген, және де сәуледе де ОСМС есептелген, себебі азаматтық құқықтық келісім шарт бойынша да ОСМС есептеледі. Сонымен толық. Енді не үшін біз әлеуметтік аударымды көрдік? Себебі қараңыздар, 18.000 екіге бөлінеді, жартысы ИПН, жартысы соцналог болу керек еді, әлеуметтік салық. Бірақ әлеуметтік салықтан әлеуметтік сақтандыру шегеріледі. Яғни 9.000, келесі 9.000-нан 8.400 шегерген кезде 600 болып шықты. Енді биылға әзірше салықтан босатылған жеке кәсіпкерлер ендігі жылдан бастап дәл осылай тапсырылады. Біз салықтан босатылған болса, настройкені басып, не распределять налоги к уплате деген галочка қоямыз, яғни салықты есептемеу, және қайтадан заполнить деп басамыз. Яғни биылға әлі 2 жартыжылдықта біз салық төлемейміз. Міне салықтың мөлшері жаңа ғана мына жерде көрсетіліп тұрған, ешқандай ақпарат жоқ, қалғаны дәл солай қалды. Енді бұл жерде сіздер түсінген шығарсыздар, тек қана қаңтар айы көрсетілген, себебі қалған айлары дәл солай есептеледі. Уақытысында, әр ай уақытысында есептелуі тиіс. Енді 3-ші бетте толтырылған барлығы өздері арнайы жолдарына отырды. Барлығы толық. Толғаннан кейін біз сохранить деп басамыз, және записан документ деп шығады. Жапқан жағдайда мына жерде сақталған документ көрінеді. Енді бұл документті, яғни документ болғанда бұл декларация 910 форма. 6 ай толығымен толғаннан кейін, 6 ай мәліметтері толығымен, егер ИП жабылып қалмаса, онда біз 6 ай мәліметтерін толығымен толтырып тапсырамыз. Сол кезде біз выгрузить XML дегенді басып, міне форма 911 полугодие деп XML файлын, мысалы рабочий столға түсіріп, сохранить деп, және де сол форманы импорт арқылы кабинет налогоплательщикқа аударамыз. Бірақ ол туралы кішкене кешіктеу, өз уақытысында. Бүгінге осы. Әлі де ИП бойынша банктік төлемдерге қатысты тағы бір видео болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.